Әлем бойынша қазақ тілін білетін азаматтар саны былтыр 2 миллионнан асқан. SIL International ұйымы жасап шығаратын әлем тілдері бойынша ең танымал Ethnology Languages of the World анықтама жобасы 2022 жылы Қазақстанда елден тыс және әлемде қанша азаматтың қазақ тілін білетіні туралы статистикалық мәліметтер жариялады. Ұйым зерттеуінің нәтижесі бойынша, былтыр әлемде қазақ тілінде сөйлейтіндер саны 22 миллион 486 мың 396 адам болды. Қазақстаннан тыс жерлерде 2 миллион 717 мың 990, ал Қазақстанда 13 миллион 768 мың 406. Қазақстанда қазақша сөйлейтіндер саны ана тілі ретінде 11 миллион 861 мың 654, екінші тіл ретінде 1 миллион 906 мың 752. Қазақстаннан тыс жерлерде ана тілі ретінде 2 миллион 582 мың 990, екінші тіл ретінде 135 мың адам. Әлемде ана тілі ретінде 14 миллион 444 мың 644, екінші тіл ретінде 2 миллион 41 мың 752. Дыбыстаған Нышанова Нұршат.